Батыс Қазақстан облысында кәсіпкерлер палатасы құрылды. Жаңадан құрылған ұйым кәсіпкерлер мүддесін қорғаумен қатар өңір бизнесінің дамуына ықпал етуі тиіс. Мәселе мемлекеттік сатып алу үдерісіне қатысудағы әділдік, оның ішінде мұнай игеруші компаниялардағы қазақстандық үлесті арттыру, сертификаттау мен кадрларды аттестациялауға жәрдемдесу. Палаталарға жүктелетін басым міндеттер қатарында дейді сала мамандары. Елбасы атап өткендей, елімізде бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы өз деңгейінде емес. Қаржыны тиімсіз жұмсау, кәсіпті заңсыз тексеру, өндірістің толық қуатын өз деңгейінде пайдаланбау секілді кемшіліктерді түзету қажет. Палата бірінші кезекте осы олқылықтардың орнын толтыруға атсалысуы тиіс. Сол айтқан сынға елбасының сол кері байланыс жоқ. Көп кәсіпкерлер немесе қарапайым халықтың көп мәселелеріне көңіл бөлмей жатқан туралы айтып жатыр. Бюджеттен көп ақша бөлінеді, сол ақшаның қайда кетіп жатыр, сол ақшаның нәтижесі қайда деген көптеген сауалдар, сол ақшаны бақылау керек. Бұның бәріне де ұлттық палата өзінің үлесін қосады. Сол мақсатпен де елбасы қолдап осындай заңды қабылдап отырмыз.